Достар, келесі квадраттық теңдеуді қарастырайық. Көбі квадраттарды ашып, барлығын бір жаққа жинап, ұқсас мүшелерді біріктіріп те шығарады. Олай да шығаруға болады. Мен келесі жолды көрсетемін, екі жағынан түбір табуды. Кейбіреулер түбір тапқанды ұнатады. Бірақ түбір тапқан кезде бір жерден қателік жібереді. Қай жерден? Модульден қателік жібереді. Яғни екі жақтан түбір табатын болсаңыздар, міндетті түрде модульді ұмытпаймыз. Модульдің қасиеті қандай? Модульдің ішінде оң санда жатуы мүмкін, теріс санда жатуы мүмкін. Сонда екі жағдайын қарастырамыз. X қосылған 2 тең болады 1 минус X оң болған жағдайын, келесі жағдай теріс болған жағдайын қарастырамыз. Осылай жүйе құрастырамыз. Не істейміз? X-тан шығарамыз 2X тең болады минус 1-ге. Мына жерден X-тар қысқарады, 2 тең болады минус 1-ге. Бұны көрген кезде шошисыздар, бірақ шошудың қажеті жоқ. Ары қарата жалғастыра бересіздер. Шығару жолдарыңыз дұрыс. X тең болады минус 0,5-ге. Мына жерде X тең болады, шешімі жоқ бұл жердегі. Түсінікті ме? Ары қарата жауап сіздерде, емтиханда болсын, НТ-да болсын, жауап сіздерде X тең болады 0,5